Мысалы, әзілдеп отырып мынандай нәрсе болуы мүмкін. Кезінде мысалы құмар орындаған ойнаған біреу, ешқандай арам ниет жоқ, маған айтты ғой, бәрі жақсы ниетпен болып жатыр деп. Сөйтіп отырады да, қонаққа келді да, енді намаз бастаған. Сонымен айтуы мүмкін. Ойнап жүрмейміз ба деп қалуы мүмкін да біреу. Ойнайын деп тұрған жоқ. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху айтады: "Мән қауля тағала нуқомир фәлиятасаддақ." Кім сендердің іштерінде ескі әдетімен әзілдеп, кел ойнап жіберейік құмарда десе, міндетті түрде барып садақа берсін деген. Егер садақа бермесең, сен проблема жасадың, сен бұрынғы тақырыптарды еске алып жатсың. Оны біреулерге күлдіртіп, олардың жүрегінде ол өшудің орнына қайда жаңғыртып жатқан сияқты болып, ана жерде біреу шынымен де өз ойнағысы келіп әрең сақтап жүрген еді, сенің сөзіңнен кейін казиноға кетіп қалуы мүмкін. Білмейсің да. Ол нәрселер жек көрілу керек. Біз айтып отырық, ол жаңағы сіздің адам сондай нәрсені істеп қойса, адамды жек көрмейді, істі жек көру керек. Сол істі жек көргендіктен бауырыңа деген адалдықты сақтап, насихат айта аласың. Мынау нәрсе болмайды дегендей нәрсе. Бауырыңды жақсы көріп айтасың оны. Немесе алып қоймаймыз ба дегендей нәрсе. Ол сондай нәрселер болуы мүмкін. Жаңада бүйтіп реттеліп жатқан кезде, немесе жумайсың ба деген сөз айтылуы мүмкін намазхандардың арасында. Көлік жумайсың ба деп. Мына жерде халал асхана бар дегендей нәрсе. Сол сөздердің өзін қолданбаңыз ешқашан. Ол сенің тақырыбың емес. Ол кезінде бізді адастырған кездегі қалыптасқан сөйлемдер еді, сөз тіркестер еді. Олардың күллісі қалу керек өміріңізден. Ендігі сөздердің барлығы дұрыс. Алла Тағала елшісі күллі нәрседен сүйікті болғаннан кейін, сол Алла мен елшісіне жақсы көретін сөздер сөйлену керек. Алла мен елшісі жақсы көретін мәмілелер жасалу керек арамызда. Алла мен елшісі жақсы көретін қарым-қатынастар, істер, амалдар. Сондықтан иманның ләззаты, иманның тәттілігінің дәмін тату деген кезде, сол әрбір құлшылықтың жасап жатқан әрбір салиқалы амалыңыздың қасында махаббат болу керек екен. Соны мен махаббатпен, әрдайым махаббатпен орындай алмаймын. Мына үш қасиет біздің бойымызда жүзеге аспайынша. Күллісі орынға қойып беру ғой. Сондықтан бірінші қасиет бұл жерде Алла және елшісі екеуінен басқа күллі нәрседен сүйіктірек болу керек.